Сәлеметсіздер ме білім алушылар? Менің есімім Кәрибай Күлайша Ермекқарақызы, тарих және мәдениеттану пәнінің оқытушысы. Бүгін сіздермен өтетін сабағымыздың тақырыбы мәдениеттану пәнінен ортағасырлық тарихи ескерткіштер. Сабақтың мақсаты сөйлесу әрекеті арқылы оқушылардың танымдық қабілетін арттыру, шығармашылық қабілеттерін жетілдіру, өз бетінше жұмыс істеуге баулу және тақырыпты меңгерту арқылы адамгершілікке тәрбиелеу, өз тарихын құрметтеуге, тарихи ескерткіштерді біліп, оларды құрметтеуге баулу. Сабаққа қысқаша шолу жасаймыз. Қазақстан ежелден өзінің бай тарихымен ерекшеленеді. Өз еліміздің тарихи ескерткіштерін құрметтеу, оларды білу біздің тарих алдындағы міндетіміз. Кез келген ұлттың өзі кие тұтатын тарихи ескерткіштері болады. Жетісу мен Алтай, Ұлытау мен Қаратау, Еділ мен Жайық, Сыр мен Ертіс аңғары, Маңғыстау өлкесі, Отырар мен Түркістан, мінеки қазақ халқының киелі бесігі болған тарихи мекен жерлер. Орта ғасырды қамтитын 6-13 ғасырлар аралығында қалалардың өсуі, қала құрылысы мен сәулет өнерінің дамуына өз ықпалын тигізді. Ал 10-12 ғасырлар Қазақстан тарихында қалалардың өсуі, дамуы, олардың аумағының ұлғаюымен ерекшеленеді. Осы кезеңде жаңа қалалардың аудандары үлкейіп қалыптасты. Археологтар 10-12 ғасырларда қалаларды өзінің көлеміне қарай, аумағына қарай 3 топқа бөліп қарастырады. Бірінші топқа аумағы 30 гектардан асатын қалалар орындары, екінші топқа аумағы 10 гектар мен 30 гектарға дейінгі аралықты қамтитын қала орындары, ал үшінші топқа аумағы 10 гектарға дейінгі қала орындары жатады. Жалпы орта ғасырдағы қала мәдениетінің дамуына Ұлы Жібек жолының да маңызды рөл. Қазақстан арқылы өтетін шығысқа шығатын қақпа, негізгі шығыс қақпасы ол Жетісу өңірі арқылы. Жетісудан өтетін жол Алматы, Есік, ірі қалаларды жолын кесіп өтеді, ал батысқа шығатын негізгі қақпа оңтүстік Қазақстан. Осы жерде жол Сығанақ, Отырар, Түркістан сияқты ірі қалаларды басып өтті. Орта ғасырдағы тарихи мәдени ескерткіштердің орталығы болып табылатын ірі қалалардың бірі Түркістан қаласы. Оның ескі атауы Ясы. Қазіргі Шымкент қаласынан 225 шақырым жерде орналасқан. Түркістан қаласы негізінен мәдениеттің, тарихтың ескерткіші болып табылатын қала. Онда Қожа Ахмет Яссауидің кесенесі орналасқан. Және сонымен бірге Есім ханның тұсынан бері Түркістан қазақ хандығының орталығы болған. Орта ғасырдағы тағы да тарихи ескерткіштердің бірі болып табылатын ол Тараз қаласы. Тараз қаласы негізінен орта ғасырда өте жақсы саудасы дамыған көпестер қаласы болған. Және сонымен бірге археологтардың зерттеуі бойынша Тараз қаласына кіретін су құбырлары және сонымен бірге көпшілікке арналып салынған, кірпіштен салынған моншасы болған. Сырдарияның орта ағысында орналасқан тағы бір қала, ол Отырар қаласы. Араб парсы деректерінде Отырар қаласы Парап, одан бұрынғы аты Тарбан деп аталады. Отырар қаласы 9 жолдың торабында орналасқан және сонымен бірге орта ғасырдағы ең мықты жақсы дамыған қаланың бірі болып табылады. Сарайшық қалашығы орта ғасырдағы ең ірі елді мекендердің бірі. 9-12 ғасырларда Сарайшық қаласының орнында Испиджаб қаласы болған. Испиджаб қаласы алғаш рет 629 жылы Қытай авторы Сюань Сянның географиялық еңбегінде кездеседі. Жалпы Қазақстанның орта ғасырдағы тарихи ескерткіштерінің дамуында сәулет құрылыс өнерінің де алатын орны ерекше. Себебі қалалардың дамуы барысында тұрғын үйлер, сәулет ескерткіштері, архитектуралық ғимараттар салына бастады. Сондай архитектуралық ескерткіштердің қатарына Тараз қаласынан 18 шақырым жердегі Бабаджа Хатун мен Айша бибі кесенесін жатқызуға болады. Орта ғасырдағы архитектуралық ескерткіштердің ең маңыздыларының бірі болып Арыстанбаб кесенесі жатады. Арыстанбаб кесенесі жалпы орта ғасырдағы ең ежелгі тарихи ескерткіштердің бірі. Ол Түркістанда ислам дінін таратушы Қожа Ахмет Яссауидің ұстазы болған Арыстанбаб атаның мазарының басында салынған. Екінші бір тарихи ескерткіш Қожа Ахмет Яссауи
кесенесі сан ғасырлар бойы мұсылманшылдықтың киелі бесігі болып келеді. Оны бүкіл қазақ жұрты сонымен бірге түркі әлемі қасиет тұтады. Қожа Ахмет Яссауи кесенесі Қазақстан мен Орта Азиядағы осы күнге дейін сақталған зәулім қыштан жасалған ғимарат болып табылады. Оның ауданы көлденеңінен 46,5 метр, ұзындығы 65,5 метрді құрайды. Қожа Ахмет Яссауи кесенесіне көрнекілік беріп тұрған қоладан жасалған тайқазан. Тайқазан 1935 жылы Ресейге әкетіліп, 1989 жылға дейін сонда сақталған. Қазіргі кезеңде тайқазан Қожа Ахмет Яссауи кесенесінің үлкен залының ортасына орналастырған. Қазанға 3000 литр су сияды. Салмағы 2 тонна, диаметрі 2 метр 45 сантиметр. Қазан мұсылмандарды мінәжат етіп болғаннан соң, оларға таратылатын әулие суға арналып жасалған. Қазіргі кезеңде қазанды көру үшін және оған тыйым салу үшін әлемнің түкпір-түкпірінен саяхатшылар келеді. Орта ғасырдағы тарихи ескерткіштердің тағы бірі Айша бибі кесенесі 12 ғасырға жататын сәулет өнерінің ескерткіші. Тарихи деректер бойынша білеміз, Айша бибі Қараханның әйелі. Сондықтан да бұл кесенені Қарахан салдырған. Алайда кесенен салған сәулетші туралы нақты дерек жоқ. Айша бибі кесенесінің қалыңдығы 80 сантиметр. Археологиялық деректер көрсеткендей, бұл ғимаратты әрлеу кезінде өте шеберлікпен әзірленген 30 түрлі өрнекті кірпіш пайдаланылған. Қарахан кесенесі Тараз қаласының маңындағы орта ғасырлық кешенге жатады. Қарахан кесенесі өзінің әсемдігімен Ресей сәулет өнерін бағалаушыларды 1902 жылдың өзінде таңғалдырған. Қарахан кесенесі қараханиттер дәуіріне 11 ғасырға жатады. Бабаджа хатун кесенесі 11 ғасырға тән. Айша бибі кесенесінің маңына биіктеу жерге орналасқан. Кесене өзінің құрылымы мен композициясы жағынан өте қарапайым, күйдірілген кірпіштен жасалынған. Бабаджа хатун кесенесі 1979 жылы қайта қалпына келтірілді. Аңыз бойынша Айша бибінің күтушісі болған, кейіннен бибісі өмірден өткен соң, оның жас қабірінің мәңгі шырақшысына айналған Бабаджа хатунға арнап орнатылған. Қорыта келе, тарихи мәдени ескерткіштердің Қазақстан тарихы үшін орны ерекше екендігін білеміз. Тарихи мәдени ескерткіштерді терең зерделеу арқылы тарихқа үңілеміз. Және сонымен бірге жаңадан өсіп келе жас ұрпақты отаншылдыққа, адамгершілікке тәрбиелеу қазіргі Қазақстан мемлекетінің алдында тұрған бірден бір маңызды мәселенің бірі болып табылады. Осының дәлелі 2004 жылы Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың бастамасымен мәдени мұра бағдарламасы қабылданып жасалды. Мәдени мұра бағдарламасын жүзеге асыру барысында мәдениет пен тарихтың 78 ескерткішіне реставрациялық жұмыстар жүргізілді. 26 ғылыми қолданбалы, 40 археологиялық зерттеу жүргізілген. Қазіргі таңда Қазақстанда 35 мың археологиялық, архитектуралық және тарихи ескерткіштер бар. Оның екеуі Қожа Ахмет Яссауи кесенесі мен архитектуралық тамғалы кешені ЮНЕСКО-ның тізіміне енді. Үйге берілетін тапсырма орта ғасырлық тарихи ескерткіштер тақырыбын ғаламтор материалдармен толықтырып оқу және осы тақырыпта орта ғасырлық тарихи ескерткіштер тақырыбында презентация дайындап. Тыңдағандарыңызға рахмет, сау болыңыздар.